Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Қазиева Зәуре, бастауыш сынып мұғалімі боламын. Жалпы әдістемелік нұсқаулықта мынадай тақырыпты алған болатынмын. Бастауыш сынып оқушыларына арналған логикалық есептер мен дидактикалық ойындар жүйесі тақырыбы бойынша. Енді осы әдістемеліктің негізгі мазмұнымен таныстырып өтейін. Жалпы әдістемеліктің алғашқы беті кіріспе бөлімінен басталады. Одан кейін келесі жылдам логикалық ойлау қабілетіне арналған қызықты есептер, қызықты математикалық тапсырмалар мен ойындар, ертегі сипаттағы қызықты есептер, тез есепте, дидактикалық ойындар, логикалық есептер, мақал-мәтел жалғастыр ойыны, санамақ, жаңылтпаш, математикадан дидактикалық ойындар, көңілді тапқырлар сайысы, қызықты математика, санамақ деген сияқты көптеген бөлімдерден тұрады. Жалпы алғашқы сөзге деген кіріспеден бастап кетсем, негізгі бұл әдістемелік нұсқаулықты жазудағы мақсатым, жалпы бізде бастауыш сынып оқушылары, кіші топтағы балалар бұл өмірде сабақ барысында ойынға деген қызығушылықтар өте жоғары. Бала өмірінде ойын ерекше орын алады. Жас бүлдіршіннің өмірді тануы, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері осы ойын үстінде қалыптасады. Ол өте ерте жастан басталып, адамның кәсіпті толық меңгергенше жалғасады. Ал оқыту дегеніміз бұл балаға білім беру. Балаға біз білім беру кезінде оны қызықты ойынмен, оның логикалық жүйесін дамыта білуіміз керек. Себебі дегеніміз, ойын жасындағы бала ешқандай да қатаң түрдегі берілген талапты орындай алмайды. Сондықтан да әдістемелік нұсқаулықтың негізгі мақсаты осы болатын. Сол үшін де мен осы жинақтың ішінде балаға арналған көптеген бірнеше материалдарды қамтыған болатын. Мысалы, балаға арналған мынадай қызықты санамақтар бар. Бұл кіші топтағы балаларға арналған. Және логикалық есептер бар. Бұл есептер 2-ші сынып және 4-ші сынып аралығында қамтылған есептер. Логикалық есептерді ойлау кезінде балалардың ойлау жүйесі жақсы қалыптасады. Егер баланың ми қозғалысын қалыптастырмасақ, балада ойлау қабілеті, зейіннің шоғырлануы қалыптаспайды. Сондықтан да логикалық есептер баланың ойлануына, мидың жұмыс істеуіне жақсы әсер етеді. Сондықтан да осы математика пәнінен барынша логикалық есептерді беріп тұрған дұрыс. Жеңіл түрде, ойын түрінде, ойын санамақ түрінде, мақал-мәтел ойыны түрінде де беріп тұруға болады. Бұл баланың ойлау қабілетін арттырады және сонымен бірге сыныптағы оқушылардың топпен бірге жұмыс істеуіне, сабаққа деген қызығушылығына, сонымен бірге күрделі сабақты жеңіл алып кетуіне көп деген нәтижесіне қол жеткізе аламыз. Мысалы, мынадай бөлімдер бар. Мақалды жалғастыр ойыны, білгенің 1-9, білмегенің 99. Бала ары қарай жалғасын табады. Бұл сонымен бірге логикалық ойын болса, бір жағынан біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарды насихаттау нәтижесінде жүріп жатады. Соған байланысты қамтылған кейбір материалдар ізін тауып жатыр осы әдістемеліктің ішінен. Сонымен бірге баланы өмір қауіпсіздігіне, қоғамға байланысты қалыптастыруымыз керек. Соның барлығы осы әдістемелікте ойын ретінде қалыптасқан. Есеп ретінде де және қызықты санамақ, бағана айттым ғой, жаңылтпаш ретінде де қамтылған жерлері бар. Соның барлығын бала сабақ барысында ойнай отырып және ойлай отырып, осылай өзінің ойлау жүйесін қалыптастырады. Жалпы негізгі әдістемеліктің қысқаша нұсқасы осындай. Рахмет тыңдағандарыңызға.